Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 80-ші сабақ көрікті көктем тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта сурет бойынша әңгімелейсің және де кейіпкерлердің сөзіне баға беретін боласыңдар. Олай болса сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма: суреттерді пайдаланып көктем тақырыбына шағын әңгіме жаз. Көктем келгенде барлық тіршілік иесі оянып, қызу жұмысқа кіріседі. Әкем жер жыртып егін егеді. Әпкем екеуміз де құр отырмай бақшаға ағаштар отырғызамыз. Досым екеуміз жылы жақтан ұшып келетін құстарға ұя жасап дайындаламыз. Екінші тапсырма: ертегіні рөлге бөліп оқы. Көктемнің сәні. Таң атты, жан-жануарлар ұйқысынан оянды. Қартайғандікі ма, аң патшасы арыстан кешеуілдеп тұрды. Керілді, созылды, айналаға көз салды. Дала жайнап тұр екен, көңілденіп сала берді. Жар салыңдар, дейді жолбарысқа. Барлық аң жиналсын. Арыстанның маңына аңдар толып кетті. Бәріңе бір сұрақ беремін, дейді арыстан жиналғандарға. Көктемнің сәні не? Гүл тақсыр, деді қасқыр. Жасыл желек, деді ақбөкен. Хош иіс, деді қабан. Мөлдір су, деді қоян. Жылылық, деді арқар. Нөсер, деді киік. Ашық аспан, деді түлкі. Салқын самал, деді бұғы. Еңбек, деді піл. Шалқыған көңіл, деді аю. Шаттық, деді керік. Күлкі, деді барсық. Аңдар айтып біттік дегендей іркіліп қалды. Арыстан үнсіз тұрған елікке көзін қадады. Сен неге үндемейсің? Тақсыр, мен айтатын ештеңе қалған жоқ. Меніңше, көктемнің сәні осы айтылғандардың бәрі. Солардың бәрін қоссақ, көктемнің сәні шығады, деді елік. Еліктің сөзіне бәрі қол соғып риза болды. Аңдар көңілді тарасты. Мәтіннің авторы Балтабай Өмірбеков. Мәтіндегі жар салу деген хабарлау деген мағынаны береді. Ойыңмен бөліс. Үшінші тапсырма: жануарлардың сөзіне не қосар едің? Айналаңдағы табиғатпен салыстыр. Көктемнің сәні шуақты күн, құстардың сайраған дауысы, ағаштардың бір жарып гүлденуі. Мінекей балалар, бұның барлығы көктемнің сәні болып табылады. Бағала. Төртінші тапсырма: саған қай жануардың сөзі ұнады? Маған аюдың шалқыған көңіл деп айтқаны ұнады. Келесі бесінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Қорытындыла. Арыстанның сұрағына қай жануар қорытынды сөз айтты? Арыстанның сұрағына елік қорытынды сөз айтты. Үй тапсырмасы: ертегінің мазмұнын әңгімелеуге дайындал. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта барлық тапсырмаларды сіздермен орындадық. Үй жұмысына өздеріңіз мәтінді оқып, мазмұнын түсініп, әңгімелеуге дайындаласыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады әрі түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Жазылған комментарийға міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Олай болса балалар, каналға тіркеліп, колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.